Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз HTML файл мен CSS файлды қалай байланыстыру керек туралы сабақты өтетін боламыз. Менің есімім Қуандық Аршын, ал онда сабақты бастайық. Ең алдымен HTML файл мен CSS файлды қосатын кодқа біртіндеп зер салайық. Ең алғашқы код мына жерде link деп тұр. Link дегеніміз сілтеме деген сөзден шыққан, оның қызметі сыртқы стильдер кестесімен байланыс деген сөз. Енді келесі оның ішінде бір rel деген атрибут тұр. Relдің қызметі ол байланысып тұрған файлдың типін, ол кесте ма, жоқ сурет па, жоқ аудио ма деген сияқты байланысып тұрған файлдың типін анықтау. Оның типі дейді, оның relдің мәні мына екі тырнақшаның ішінде тұр, яғни оның мәні style sheet дейді. Style sheet дегеніміз стильдер кестесі деген сөз. Одан кейінгі кодға қарайық. href дейді, href деп айтсақ болады. Яғни бұл осы байланысып тұрған файлдың компьютердегі адресі, яғни қай папканың ішінде тұр, сының ішінде, енің ішінде деген сияқты ма, деген сияқты. Оның мәніне қарастырайық. Оның мәні қос тырнақшаның ішінде тұрады. Ол CSS деген папканың ішінде, оның ішіндегі style CSS деген файлға қосылу тұр екен. Бұл түсінікті болса, онда келесі. Енді жалпы CSS-тің сипаттамасы деген бар. Мысалы, сипаттамасы мынау. Түсі қызыл болсын деп айтуға болады. Түсі көк болсын деп айтуға болады. Түсі жасыл болсын деп беруге болады. Бірақ түсі деген бұл сипаттама ретінде алдында былай қос тырнақшамен қойылады. Біз енді бүгін көк түсті таңдап отырмыз. Мысалы, мына жерде жазылып тұр. Түсі дейді, көк болсын дейді. Мына жерде тоже түсі көк болсын дейді. Бұның барлығы бір светті беріп тұр, бірақ бұл беріп тұрған светтердің коды әртүрлі. Не үшін әртүрлі? Біз осыған жеке-жеке тоқталайық. Мысалы, бұның барлығының, бұл кодтардың барлығы бір түсті береді, бірақ бұл кодтардың өзінің қолданылатын орны бар. Мысалы, егер сіз blue дейтін болсаңыз, онда сізге тек қана бір түс береді. Ол түс қатып қалған, ол көкшілдеу, оны көкшілдеу, ақ көк, қара көк деп, темный лау деп өзгертуге келмейді. Ал мына 16-лық кодпен берілген түсті, мысалы көк түс берілетін болса, мынаған қарағанда сәл қара көк, одан қарағанда сәл ашықтау көк етіп ауыстыра аламыз. Ал келесі RGB дегеніміз, ол R қызыл, G green жасылдан шыққан, B blue де сөзден шыққан, осы үш түс арқылы құрастырылады. Бірақ бұның бір артықшылығы, біз осы сандарды ауыстыру арқылы мына көкті өзгерте аламыз және өңдей аламыз. Келесі HSL, бұның да қызметі мынаған қарағанда кішкене жіңішкелеп өзгерте аламыз. Бұлардың барлығы сол берілген көк түсті әртүрлі деңгейде өзгерте алу үшін қолданылады екен. Тек қана өзгермей, бірақ түспен берілетін ол blue деген код. Егер сізге мысалы тек қана әйтеу көк түс болса болды, сондай түс керек болатын болса, онда сізге оңайынан blue деп жаза салған дұрыс. Ол сізге бір-ақ свет ұсынады, ол және өзгермейді. Келесі background дегеніміз, ол фон деген сөз. Фон деген артқы көрініс. Бетінде бір элемент тұратын болса, оның артында тоже бір көрініс, яғни фон тұрады. Жаңағы табиғаттың фоны, көк фон, ақ фон деген сияқты. Фон, background дегеніміз жалпы фон деген сөз. Мынау фонның түсі деген сөз. Бұл екеуімен де фондарды енгізуге болады, бірақ мына жерде background, жай ғана background деп бітіп тұрса, мынадан кейін мына жерде картинка, сурет болмаса басқада градиенттерді қоя аламыз. Ал background color болатын болса, тек қана сіз фонға түстерді ғана қоя аласыз деген сөз. Осы екеуінің айырмашылығын біліп алайық. Енді біз бүгінгі практикалық тұрғыда қолданылатын кодымызға қарайтын болсақ, бірінші біз p деген HTML элементті береміз, оның мазмұны Apple деген сөз болсын. Мысалы, p-ны аштық, p-ны жаптық, ішіндегі мазмұны Apple деп жаздық. Енді CSS файлға барамыз да, p-ны ашамыз, жүйелі жақша ашып, p-ның фоны көк болсын дейді. Apple деген текстің өзі қызыл болсын деп тұр. Біз осыны енді практикалық тұрғыда жасап көрейік. Біз осыны басымыз бұрын осы папканың ішіне барып, осы папкамыздың ішіне создать текстовый құжат құрамыз. Оның атын style деп қояйық, өйткені әлемде барлығы style де, стильдер деген сөз. Оның нүктеден кейінгі оң жағында тұрған форматын CSS деп ауыстырамыз. Сосын Enter'ді басамыз, тағы да басамыз.
Енді Sublime Text'ке барып, дайындаған файлымыздың екеуін де ашып алайық. Екеуі де ашылды. Мынаны бассақ CSS, мынаны бассақ HTML қосылады. Бұл кеше жазған HTML кодымыз еді. Енді HTML кодтың ішіне head деп жазып, оның ішіне link деп тапты бассақ, бағана код жазылды. Link rel style sheet type типі дейді. Енді href бізде ешқандай папканың ішінде тұрған жоқ. Егер папкасыз бір папкеге салатын болсақ, CSS деген папкеге салатын болсақ, мына CSS-імізді мынаны қиып алып, CSS папканың ішіне салып қойсақ, онда былай болады. CSS деген папканың ішінде style .css деп қосамыз. Сосын Ctrl-S сақтаймыз. Ал егер мынау папканың ішінде салынбай, папканың ішінде емес, сыртында тұратын болса, папканың ішінде емес, папканың сыртында тұратын болса, онда мына CSS деген сыртқы папканы алып тастаймыз да, прямой CSS деп төте жалғай аламыз. Оны өшіре салайық. Прямой CSS-ке жалғана берсін. Енді HTML файлға оралайық. HTML файлымызда неке кеше жазған H1, H2, H3, H4 және P деген HTML тегтеріміз бар, және оның ішінде мазмұндар бар екен. Енді біз H1-ге бір стиль беріп көрейік. Ол үшін CSS-ке барамыз, CSS-ке өттік. H1 деп жазып аламыз, сосын жүйелі жақша ашып. Енді оған түс беру керек болса, түстің сипаттамасын жазуымыз керек. Color red дейік. Яғни H1-іміздің түсі қызыл болсын дедік. Енді біз ранға басып көру, яғни мына 2 рет басамыз. H1-іміздің түсі қызыл болды. Қайдадан кодқа барайық. Енді H2-ге мән беріп көрейік. H2-ге color blue дей салайық, яғни көк болсын дейік. Сақтадық. Ctrl-S-ті міндетті түрде басуымыз керек. Сақта, яғни H2-міз көк болды. Дәл осы сияқты H3-ке бір background беріп көрейік. Background дегенді білесіздер, ол фон деген сөз. Background red дедік, яғни артқы фоны қызыл. Ал color, ал текстің өзі сары болсын. Ctrl-S сақтадым. Енді сайтта абонент етіп көрім. Неке фоны қызыл, ал текстің өзі сары болды. Мына жердегі background H4-ке через background color мен беріп көрейік. Background color деп тұр. Color, яғни фонның түсі жасыл болсын, ал текстің өзінің түсі қызыл болсын дей салайық. Бұл H4-те. Неке H4-іміз фонның түсі жасыл болды, ал текстің өзі қызыл болды. Неке CSS-тегі ең алғашқы кодтар, яғни түс және артқы фонды беру деген код осылай жұмыс істейді екен. Тыңдағандарыңызға рахмет. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды.